turganda mende әдеуір шайырман. Сонша қатал сүргінлерде жоғалмай, бұл күнлерге жеткеніңе қайылмай. Ана тілім сен басқадан айырма, сен тұрғанда менде әдеуір шайырман. Сонша қатал сүргінлерде жоғалмай, бұл күнлерге жеткеніңе қайылма. Gül parçalar bağrı otтай қамылы, қызлар сыңсып мұңын айтқан шағыны. Сен арқалы қанды жұмсап қатынлар, әшіния сайраған елін сағыны. Сазға қоссам қауалаған аласы, илме сұлтан сұлулығың жараса. Қандай жақсы ағайын көплігі, жақынбыз деп саған көп тіл таласар. Ана тілім сен басқадан айырма, сен тұрғанда менде әдеуір шайырман. Сонша қатал сүргінлерде жоғалмай, бұл күнлерге жеткеніңе қайылма. Ассалаумалейкум, құрметлі мейманлар, ата-аналар һәм мектеп жамааты. Мектеп интернатымызда бірінші мәрте болып атырған дастан кешемізге хош келіпсіздер. Һәм осы мөнәсәбетпенен кешемізді ашып беру үшін сөз опера һәм бақсышылық көркем өнеріне қанегелестірілген мектеп интернаты директоры Дарыбай Қожабергеновқа. Мархамат. Ассалаумалейкум, хүрметлі ағаларымыз, апаларымыз, хүрметлі ұстазлар һәм хүрметлі оқушылар. Не бүгін ең бір белгілі сәне деп те айтсақ болады. Біздердің ең қуанышты жері сол оқушымыздың дастан атқаратуын дәрежеге келуі. Соның менен бір қатарда дастан кешесіне һәммеңізді сол қымбатлы уақытларыңызды бөліп келгеніңіз үшін шын жүректен һәммеңізді құттықтаймын. Осы мына ораза аямында қандай тілеклеріңіз, арманларыңыз болса, һәммесі орындала берсін. Енді Гөрұлы дастаны бұл һәмме халықларда да бар. Кавказ халықларында, һәм өзіміздің Түркі халықларында бұл Гөрұлы дастаны 5 шақаптан тұрады. Соның әзімде бір шақабын сол Умида Аяпова деген 9 класс оқушымыз халықаралық һәм республикалық таңдаулардың жеңімпазы әуез үйленген деген шақабын атқарып береді, сіздерге інәм етеді. Айтып өтетұғыным, міне Умида Аяпова деген қызымыз міне Пайтақты газетасында соған арналған жақсы бір қос қатарларын оқып қалдым. Сол бүгінгі дастан кешесіне Базарбайға Әкімниязов деген Шымбай қаласынан жазылгөніміз келіп отырыпты. Сол Умида қызымызға арнап жазған қосқыларын сіздерге інәм етеді. Ассалаумалейкум, ұлы жамаат. Балаларымыз, қызларымыз, еліміздің бүлбілдері, міне бүгінгі
ораза айамы, ораза хайт қарсаңында міне шындай қуанышқа әме жиналып отырмыз. Міне Үмида қызымның мен хауазын мына папасының телефонынан есткен уағымда онда өз алдына ырғақтары дым кеуілді тербеп жібереді. Мен енді мына Ибраим аға Юсуфлармен сөйлесіп болдым, ауылдас інілеріміз арасында қосып жазып тұрамыз. Соған мінекей қызыма келешекте жошылы паруазлар тілеп, халқымызға, елімізге жақсы бір бақыт әкелетұғын, еліміздің даңқын дүнияға жаятын қыз болып жетісе бергей деп тілек білдіремен, ата-анасына, халқымызға сол қуанышлы тойларда сол қосып айтып жүре берсін. Қарақалпақстанымның Бүлбүл қызы, Нөкіс қаласы Олимпия көркемөнер һәм бақытшылық жөнелісі бойынша қанегелестірілген мектеп-интернат 9 класс оқушысы республикалық көрік таңлауы жеңімпазы Аяпова Үмида Орынбай қызына арнайман дейді. Қарақалпақ сахра халқы, айлы әлем кеткен даңқы, Бердақ қызы Хүрліманның халыққа жаққан қош хауазы. Гүлнара, Гаухар, Гүлбәһәрі, хауазы дәртлерге дәрі, Бүлбүл зыбан хауазынан ilham алған халықтың бәрі. Өтеміра топ қайрат дейін, Бүлбүл қонған дұқтарына, Бүлбүллерге ұстаз болып қызмет етеді халқына. Ұстазлардан алған тәлім, халқына арнаған барын, Нәуше гүлдір елі құмша, Үмида қызым Нәубәһәрім. Қолдаулыдыр хасыл заты, Бердақ бабамның ұрпағы, Орынбайдың бақсы қызы, Розадыр хүр анасы. Жақсылардан жақсы туар, ел тыншылық қалқ бақтияр, Бүлбүл зыбан хауазына, хауада құслар айланар. Шоқ бүлбүл кібі хауазың, жайнатты кеулім қанасын, халқына берген сіздей қызды даңққа бөлейік атанасын. Дем бермеске жеткен демі, хауазы дәртлердің емі, хауызге мінгенде хауазы жошландырар кеулерді. Таудан аққан бұлақ пысаң, кигі ерткен ылақ пысаң, кеулерге нұрын шашқан 14-тен туған аймысаң. Таңда бүлбүл сайрар бағда, қош хауазы жаққан халыққа, кеулерді жошландырып, халқын бүлейді шадлыққа. Шарқылаған көкте сұңқар, халқын хауазыңа інкар, Зүлфия сыйлығына ылайық, Үмидадай бүлбүл қыз бар. Қалбі міслі жанған гүлхан, ilhamlanған атқан таңнан, Бүлбүл зыбан қош хауаз қыз, тәлім алған ұстазлардан. Ата-ананың үмідісең, Өзбекстан жұлдызы, кеулерге ilham берген Қарақалпақтың бүлбүл қызы. Хүрліман апаң пір қоллығай, Иғбал бақтың жайнағай, ана халқың болып қанатын, құшағың гүллерге толғай. Базарбай Қаниязов, Шымбайлы Нұрани атаман. Гаухар Матчанова, осы Үмида қызымыздың ұстазы. Ұстазына күш-қуат тілейміз еледе. Бұндан да бірінші мәрте айтып отырмыз ғой, Үмида қызымыз бірінші мәрте атқарып отыр. Үмида қызымыздай еледе көп қана шәкірттер сөйерде дәстәрларды атқарып, халыққа қызмет етіп, халықтың кеуілінен шыға беруде сізге бір күш-қуат тілеп қаламыз. Мінекей енді сахнамызға Гороғлы дастанынан әуез үйленген бөлімін атқару үшін оқушымыз Аяпова Үмиданы һәм Гіржекте Артықбаев Бердібайды марат етеміз. Мархамат көріп тамаша етің. Ақса, Шамбел вилаятында Гороғлы дүнияға келіп, әуезжанды болдырып қасаптан тартып алып өзіне бала қылды. Әуезжан әргіз күлмеді. Аннан соң Гороғлы әуездің астына ат, үстіне сарпай қолына алғыр құс беріп,
жүйрек тазылар менен Хәудек көліне барып аңламаға жіберді. Әуежан азанда кетіп кеште келетұғын болды. Bir күні құс салып, қарып кәтіріп, bir ауылдың шетіндегі екі бозардадан шыққан келіншекті көрді. Һәм келіншекке қарап, шылым табылар ма? Табылса шегейік деді Әуежан. Сонда келіншек үйіне кіріп кетіп, үйіндегі қызына жігіттің хабарын берді. Һәм қызды өзі білән сыртқа алып шықты. Сол уақытында жігіт бұл кімнің үйі деп сұрады. Қызда Көроғлының дайысы Мәмбетжан Сәрдардың үйі болар деп жауап берді. Сіз кім боларсыз деді. Мен Көроғлының баласы Әуежан боларман деді. Әні сонда қыз, Көроғлының ұлы қызы жоқ. Онда сіз Көроғлының бір байталы құлы екенсіз ғой деді. Бұған ат қатты ашуы келіп, мен сені хаял етіп алмасам әуез атын құрсын деді. Қыз да оған қарап, саған хаял болып барғаннан менің суға кетіп өлгенім жақсы деді. Сол күні атын айдап кеш келді. Һәм әкесіне болған уақияларды бірін баян қылды. Сол уақытта Көроғлы 40 жігітінің алдына шығып қыздың жайын сорады. Сонда 40 жігіті Гүржістан патшасының қызы Гүлрұхшанның жайын хабарлады. 40 жігітіне қарап, мен келгенше той ете беріңдер. İnşallah Gülrüхшанды алып келермен деп дарғазаппен атына ер салып, бір-екі ауыз сөз айтты. Бірнеше майдан жоллар ашқаннан соң, алды қараңғы арты думан жол кіре алмастай зімстан болды. Көроғлы ақылынан асты, жолынан адасты. Сол уақытта пірі ядына келіп, пірлерден істанат тіліп бір-екі ауыз сөз айтты.
bilmedim avliz oğlanı ki maqsadni jete bilmedim aldım. Ah yavrey yavrey yer yavrey ki maqsadni jete bilmedim aldım. Aqsa ondan so'ng Hazreti Ali Shahmardan pir hazır bo'ldi. Qo'rqma o'g'lim deb orqasidan qoqdi. Sol zaman duman ochildi, Ali manavvar bo'ldi. Go'rog'i otni sekirib minib necha maydon yo'llar ochdi. Bir necha maydon yo'llar ochgandan so'ng oldindan bir ko'p olomon chiqdi. Shoxin kelsa hech qaysisining tilini tushunmadi. Sol vaqtda qo'lina tilla sozini olib, ko'p olomonga qarab bir-ikki og'iz so'z aytdi. Yolum düştü Gürcistan'ın yelene, yerlerin var bizim yelgemekzemiz. Lalalaşar men tüşlemen tilene, tillerin var bizim tilgemekzemiz. Kanızeri vardır aldı dönmeli, güzellerin birbirine dönmeli. Kızlarının tarifini etmeli, kolların var bizim kolga mekzemiz. Nesip tartıp düştü kısmam yolları, ağlaşan ve tüşlümen tilleri. Nesip etsi koşsam cinşke belleri, kolların var bizim kolga mekzemiz. Saralavri vardı şileye bağlı, bidivlerin vardı tüye tavalı. Şopaların vardı şuşka kabalı, malların var bizim malga bizim sarı. At oynadı bu daşkın jaydan düşmeli. Aviz aylip akşara oktan düşmeli. Görüldü dizişki birden koşmalı, koşmalı. Gözalların tizada bizim sarı. Ah yar aman ey aman aman ey yar yar ey yar pelege didavre. Gözalların tizada bizim sarı. Aqsa ondan so'ng sol vaqtında bir jarış kelib, ol palvon bo'lsang güreş maydonuna tushsang dedi. Sol vaqtda go'rog'i o'zini o'rtaga urib o'tira berdi. Ham Gürcistan palvonlari bilan birim güreşmekka maydona kirishdi. Ko'bisining shag'asidan tartib osmonga laqtirdi. Bir kezi o'zini o'zi qiyal etdi. Men bularni qachon yig'ib bo'larman dedi. Sondayda bo'lsa uzun satan birisini olib, onu da osmonga laqtirdi. Qur buzilib alaburqan shang bo'ldi. Hesabın alsış 7-ci palvonda jiqqan ekan. Sol vaqtda to'y bergan uyning egasi baba kelib,
Mening şunşama aşınanım zaya boldu. Padişaha künäli boldum. Qartayganda oğullu bolup toy berimin degende eň soňunda şunşama kapa boldum dedi. Sonda Göroglu babaga qarap, men Şambilbeldegi Göroglu degen bolaman. Sizdi bol jerde koymasa, bizin ilatqa köşüp barın, halyňyzdan habardar bolarman dedi. Sonda baba ajep bolar oğlum dep işinden kuandı. Hem Göroglu babaga qarap, Gürjistan padşasynyň kızı Gülrukşanyň jaýy kayda bolar eken dep sorady. Sonda baba Gülrukşanyň jaýyna qaray uzatyp saldy. Hem kız katty duahan, barsaň zaya buladyrsaň dedi. Göroglu da ogan qarap, şonşama jerden kelip qaytyp ketmek meniň atymy alaýyk emesdir dedi. Babanyň sültegi boýunça aldy perdiwaly ülken bir şarbakka jetdi. Darwazadan kire almaýtygyn bolganlykdan diwaldan işkerge asyrılıp kirdi. İşkerge kirse zer baraktan bina bolgan jaýlar, almalardyň jerge tüsken, bulaklardyň agyp turgan sesleri esilipdir. Sol wagtda uzakdan bir kelinçik görünüp, bu kızdyň özüme ya jengesimi hayaldyň hakkyna hoşamet dep bir eki awız söz aýtdy. Sen yavre taza gülüngmen, kelikime zavkıya
şan jengesi kelip Göroğlu'nun kolundan tartıp onu işkeriye kirgizdi. Hem ne hizmet bilen kay jerlerden keldiniz dedi. Sol vaqtda Göroğlu men Şambilbe jurtundan keldim. Magan Gülrükşan'da alıp ketuge jardam yetersiz dedi. Sunda Kulbnişan jengesi kız kattı duahan hazır uyuklap yatıptı. Onu arşaga salıp ben tetip vermesem alıp ketudun başka ilacı yoktur dedi. Hem kızın jatkan jerine qaray ekevi koldaşıp ketdi. Sol vaqtda Kulbnişan jengesi siz sol jerde indemey turunuz dedi. Sonda Göroğlu koluna tilla sazın alıp bir iki ağız söz aytdı. Kulbnişan jengesi kelip Göroğlu'nun her jenine bir şap batırdı. Sonda Göroğlu yendi indemey turarman dedi. Kulbnişan jengesi kızdı dualap arşaga bent etip salıp Göroğlu menen koldaşıp altına saldı. Göroğlu neşe maydan jollar açtı. Bir neşe maydan jollar açkandan soň özüne özü kıyal etti. Magan şunşama hizmet etken adamga Allah yarkasın aytmapman.
Бұл ісім ұят болар деп арқасына қайтты. Арқасына қайтса құлдың нишан жеңгесі елі баяғы сол жерде тұрған екен. Қолына тілі сазын алып, Алла ярқасын айтып бір-екі ауыз сөз айтты. Сол вақытта өзіне өзі ойланды. Аршадағы адам ба, я бөтен бір нәрсе ме? Адам болса неге осы уақытқа дейін оянбады деді. Һәм аршаны ашып қарады. Аршаны ашып қараса 14 кеше түсінде де көрмеген адамдарды көрді. Сол вақытта әуежан алмаса бәланы алсын, өзім алайын деп бір-екі ауыз сөз айтты. Sapadağın saçından Mısır karazuldan senin Gamze oğa şiirin canım Keser karazuldan senin Keser karazuldan senin Yar dep çıktım şembil bildin Alıp geldim uzak şerden Gahı ondan gahı sudan keser karazuldan senin Hıyrat minip kadim atam Yar şekile beni tatam
аршаға бөктеріп, баяғы той берген бабаның ізінен жетті. Һәм бабаға қарап, сіз тезлік білен Шәмбелбелге жетіп, менің Гүлрұхжанды алып кетірғанды хабарлап сүйінші алыңыз деді. Сол уақытта баба тезлік білен Шәмбелбелге ат қойып, ағайыныз Пери білен Әуезжанға хабар қылды. Есткен халық Көроғлының алдына шықты. Сол уақытта қыз аршадан сес берді. Қобнишан жеңге су келтіріңіз деді. Сонда ағайыныз Пери көзіңді аш қыл деп еді, қыз көзін ашты. Көзін ашса 14 түйе түсінде де көрмеген адамларды көріп хайран болды. Сол уақытта ішінен ойланып, мені бұл жерге кім алып келді деді. Һәм бұл ахуалды кімден келіп шыққанлығын білу үшін қойнындағы қорра кітапты ашып қарады. Бұл ахуалдың Көроғлыдан келіп шыққанлығын біліп, сіз мені мұнда не үшін алып келдіңіз деді. Сонда Көроғлы, мен сізді әуез ұлыма алып беру үшін алып келдім деді. Сіз онда тамамы халқыңыздың бәрін менің алдына өткересіз. Мен қалесем тиемет, қалемесем тиемеспен. Егер ешбір жанды қалемесем, бір қысым топыраққа дем салып, басыларыңыздан шашсам, бәріңізді ешеге түменермен деді. Һәм тамамы халықты алдына өткере бастады. Қыз өткерген ешбір жанды қалемеді. Ең соңында саз сәубеті білен, той тамашасы білен Әуезжан шықты. Сол уақытта қыз оны көруден Құсны Жамалына ашық болып, оған өзінің тәнін бағыш қылды. Екеуінің үйлендірі тойы болып некесі қиылды. Адамлар шәһәрге қайтты. Сол уақытта Арашашменің Шаң көпіріне адамлар өтуге жол бермеді. Сонда Көроғлы жол берің деп бір-екі ауыз сөз айтты. Söyleşken telezi bağlar yol verim kızlar geleydi. Yol verim kızlar geleydi. Yol üstünde kuva kaçlar şap alsın namınlar kuşlar. Lalalaşkan kızıl başlar yol verim kızlar geleydi. Yol verim kızlar geleydi. Ah yaprağın köşeşinler sayana kızlar geleydi. Sayana kızlar geleydi. Göroğlu yuşma, bedümenip hadden aşma. Üç yıldızdan ötken şaşmi, dolanın kızlar geleydi.
sapar köse Göroğluğa qarap, "Siz bu kızga neşik meyassar boldunuz" dedi. Sonda Göroğlu kızdın kelişin saz bilen düşündürüp bir iki ağız söz aytdı. Bardım da bir bakka kırdım, ne baktıydı ne bakmalı, sayır yetip gülentirdim, ne götüyle ne güzel. Bağı var bakmalı atlı, almasın ardan tatlı, vardım pinhali vakitli, ne baktı diye ne bakmalı. Bağda sayır yetip yerdin, hubni şacin gelsin kırdım, arşağa salıp getirdim, ne baktı diye ne bakmalı. Göroğlu'nun Ali'sine tulturan köy ağlasını, kulla Türkmen balasını, men sevirmen elimden. Kulla Türkmen balasını, men sevirmen elimden. Aksa, ana sol vaqtda 40 kişi 40 gündüzü toy tamaşa berdiler. Sonda Göroğlu jinalgan halktan, "Menin toyumның ne kemçiligi boldu" dedi. Sonda adamların içinden bir adam çıkıp, "Sizin toyuңuzdың kemçiligi, toyuңuzda bakşı bulmagany" dedi. Sonda Göroğlu koluna tille sazın alıp, "Awes ulumның toyunda özüm bakşı bolaman" dep bir iki ağız söz aytdı. Mevlim bizde yola saldı, Ali bilen, Veli bilen, birim toyda susun kandı, lebindeki
барлығы жиналып, құтлы болсын айтты. Сонда қарылар, бұл қызға нешікме асар болдыңыз деді. Сонда көріғылық яш үлкендерге қарап бір сөз деді. Şigit başına müşkül üstüsü tüze bilmez hoşkarda şükür ettiye. Kalik ayran salıp şu dağa düştü, tıbarlı şer jolda şükür ettiye. Yaxşının qadrin Allah bilir. Yer qadrin ayra düşkün yer bilir. İzlep yığar gözde. Ya şükür ediye. Kadrin söylegende söz bilir, şigit kadrin ayra düşkün kız bilir. Zer kadrin zergir kundur şol bilir, altın gümüş mahalda şükür edilir. Mene kim sendin sen men hem gurulur. Gerçek tuğdum özüm mert ağlayıp. Özün bilmez öpme sarga sen ağı. Can ajan sılın aşık. Dostun kerekiye. Ұсыну менен бүгінгі дастан кешеміз ой жұмағына жетті. Диққатларыңыз үшін рахмет. Сол жерде отырып, сол жерде hamımız міне дастан тыңлап отырмыз. Міне жұртбасымызға, басшымызға, ел басшыларына, үкіметімізге мен рахмет айтпақшымын бірінші мәселеде. Сондай шарaitlарды жаратып, сондай балаларымыздың білім алып, ертең бір елімізге адал қызмет ететұғын, еліміздің байрағын жоғары дәрежелері көтеретұғын жақсы бір кәсіп иелері болып, сол ата-аналарына бір жақсы қызмет етіп, сол халқына, ата-анасына қызмет ететұғын бір жақсы бір оқушылар, кәміл инсанлар болып жетілсет деген hamımız үміттеміз. Міне, не айтпақшыман? Қазір сол дастанды тыңлап отырып, бұрынғы уақытлары сол адам сол дастан үйрену үшін ұстаздың ізіне еріп, неше жыллап солардың пәтиясын аламан деп сөйтіп жүгіріп жүрген солай емес пе? Мен нені айтпақшыма, бұл жерде бұл сол hamısı бір шариаттың арқасында президентіміздің біздерге деген осы Қарақалпақ халқына сол басшылықты, жыраушылықты рауажландыруды берген үлкен этибары, үлкен имканияты. Сол үшін жұрт басшымыз үшін бір шапалақлар болсын қане. Рахмет.
ұстазларымыз авам. Assalamualaikum, hürmetli bayram keçesi cemaati, ulu ustazlar hem okuşlar. Elbette bugünkü bayram keçesi bana juda ulkan ta'sir qoldirdi. Kecha eshitganimdan so'ng albatta kelaman dedim. Bu bayram keçesi albatta davom etadi. Men ne demoqchiman? Men o'sha Nukus qalasi hokimligining poytaxt gazetasining redaktoriman, Berdibayev Qayreddin. Men so mümkün bo'lgancha baylanışda bo'lib turib harakat etaman, o'quvchilar bilan, boshqa taraf xizmatkorlari bilan. O'sha umida qizimizni haqida bir yaxshi ulkan tilaklar bildirib atırdım. Men ulkan tavsiyalar tilayman. Sebebi onun akasi O'rnbay bilan tanishman, onun bilan ulg'ulib ko'shabiy jengimpoz bo'ldi. O'tgan yili albatta o'sha Qutulmakan maqarlar jiyinida Nukus qalasida birinchi o'rinda oldi. Hem kızımızın şu oku dergahında okup ülkün tavsiyelerine yerisi batkanlığın men buradan eshittim, biroq şu birinchi azı ko'rib turma sahnada O'zbekiston ko'lamida, xalqaro ko'lamda o'tkazilib o'tirgan tanlovlarda ham boshqa jarishlarda jengimpoz bo'lib o'tgan men juda quvonchliman. Bu albatta ulkan niyatning arqasida deb o'ylayman. Ham birinchi navbatda ota-onasına, tag'in marta ustozlarga rahmat aytaman. Aldığımızda kelib qolganlar bahar bayramlarda da acayip shunday bir sahna keşilerinde uchrashuvlar bo'ladi. Albatta onda da ulkan tavsiyalar tilaymiz. Sizlarga kuch-quvvat tilaymiz. Albatta bunday bayram kechasi davom etadi. Biz jurnalistlar hech qachon sizlarning talantingizda yelimizga, chet ellarga tanituga charchamaymiz, ham sizlar bilan birga bo'lamiz. Rahmat. Rahmet. Endi buna Usta baqsılardan barşamızın ustazımız Qayrat ağa Өтемұратов Өзбекстан халық бақсысы. Өзің бір жақсы бір тілектер менен келің аға, ұстаз. Қызымды құтқылап жіберейін. Дастанды жақсы айтып шыққанымен. Hürmetli dostlar, ata-analar, dostlar, ata-analar, minekey bugün usu opera baxşılık önörüne kanegilestirilgen mektep internatında usu baxşılık önörü boyunca okup atırgan жасlarımыздың birinci dastan keşemiz bu hesaplanады. Elbette жаңа direktörümüz aytıp öttü, uluma memleketimizдің, prezidentimizдің, qaresizligimizдің şarafatı menen milli miraslarımızды қайта тіклеу, оларды халқымызға қайтадан ұсыну, өсіп келатырған жас әулет санасына сіңдіру, бұлардың бәрі осы мемлекетіміздің берген үлкен имканиятларының нәтижесінде міне осындай мектеп құрып, һәм бұл жерде сонша имканиятлар жаратып беріп қойыпты. Барлық қандай білім алатұғын адамға да һәмме нәрсесі таяр. Ұстазлар бәрі мектептің жағдайлары да, материалдық техникалық жақтары да әр тәріплеме жүдә жақсы рауажланған. Бұл жерде білім алып атырған жасларымыздың келешегінен біздердің үлкен үмітлеріміз бар. Әлбетте бұлар үмидалар келгенде 5-ші класс кішкентай қыздар еді. Биыл 5-ші жыл 9-ші класс болды әзір. 9-ші класста дастан атқару әлбетте қиын. Дегенменен һәм өзінің ынтасымен, һәм ұстазының сонша минетіменен, ата-анасының һәм сондай үлкен итибарының нәтижесінде бүгін осындай дастанды халқымызға ұсынуға миясар болды. Әлбетте бұл қызымыздың келешегінен елі үмітіміз үлкен. Келешекте Сүһүрліман бақсы апамыздың жолын давам етіп халқымызға белгілі Сүһүрліман бақсыдай бақсы қызларымыздың бірі болып жетілсек деген үмітіміз бар. Әлбетте дөретушілік табысларында келешекте әр тәрәплеме үлкен табыслар тілеймін. Рахмет. Рахмет міне енді сол сізді құтлықлаймыз. Гаухар Матчанова ұстазы міне. Ұстазды hürmetlемеген адам еш уақытта көгермейді дейді бұл. Ұстаздың жолы ұлы. Қайрат аға айтқаныңыз келсін. Рахмет. Енді бір азырақ болса да бір ітібарымыз осы мектеп жәмәті атына міне
бақшылықты рауажландыру жолында бірінші мәрте дейміз. Опера көркемөнері қанегелестірілген мектеп интернатында өткеріліп атырған дастан кешесінде белсенділік менен қатынасқанлығы үшін Аяпова Умиданы hürmet жарлығы менен құттықтаймыз. Ава, қызымызға әумет тілейміз. Ұстазларының жолын берсін. Келешекте сол ата-аналарына, ұстазларына, халқымызға, елімізге қатал қызмет ететұғын жақсы бір инсан болып жетілсе бергей бәлен пәруаз тілейміз. Ұстазларына және бір мәрте рахмет. Енді бұл жерде Оралбай ағамыз міне ұстазының ұстазы, міне Гаухардың ұстазы Умиданың атасы. Рахмет. Ассаламу алейкум, hürmetli меймандар. Міне бүгін дастан кешесіне келдік. Мұнда қызымыздың дастанын тыңладық, бастан аяқ атқарып шықты. Дастанның ізін жұмықлап кетуін керек етті, сонда енді албыраушылық болған шығар, сонда да бірақ жақсы атқарып шықтың, көз тимесін. Гаухар, саған рахмет айтамын. Сондай шәкіртлерді жеткеруге шаршамағайсың. Табысылар. Бағана Дәрбаяға айтып еді, Гөрогул дастанның 5 бөлімі бар біздің Қаралпақта. Алдын сондай еді, енді 6 бөлім болды. Сондай. Бір бөлімі, Гөрогулдың туылуы деген бөлімін кеше жақында түркмен тіліне Қаралпақ тіліне аударып шықтым кеше жақында. Кітап болып шықты баспадан. Табыстар оң болсын, дастанның басы болсын. Бірінші дастан кешесі ғой енді. Ізі дауымлы болсын аға. Рахмет. Ұсының менен бүгінгі уақытынша дастан кешесін жұмақлаймыз. Ертең алдымызда үлкен дастарларды жырлауда, мына ұстазларына күш-қуат тілейміз. Балаларымыз осы сахнада қызмет етіп, бір жақсы дастарларды атқару істерге, нәмете берге халқымызға. Әкелін гүлді. Міне ата-аналар поздравить етіп атыр. Şapalaklar. Rahmet. Mына оқушы қызлар келіп поздравить етсеңіз бола береді. Дәрбайға пайтактар жасап шыққан суретімен берейін. Онан кейін бүгінгі байрам кешесін әлбетте үлкен қылып береміз. Һәм сізбен байланыста боламыз. Бірақ сізді тыныш қоймаймыз енді. Ұстаздан да рахмет. Рахмет.